Қайырлы күн, балақай, көңіл күйің қалай? Жақсы деген ойдамын. Сауат ашу бөлімі арнамызға жазылып алыңыз. Бізбен бірге үйреніңіз. Ал балалар, ендеше шаттық шеңберіне жиналамыз. Барлығымыз бірге өлең жолдарын қайталайық. Біз көңілді баламыз. Күнмен бірге оянамыз. Құстар менен ән саламыз. Қайырлы таң, қайырлы күн. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп отыр. Тауып көріңдерші. Жаңада бар, ескіде жоқ. Танада бар, ешкіде жоқ. Бұл қай дыбыс деп ойлайсыңдар? Ойланамыз. Ал егер таппасаңдар, онда суретпен жұмыс жасайық. Ал балалар, ненің суреті? Дұрыс таптыңдар. Алма. Буынға бөлеміз. Алма. Екі буынды сөз. Ненің суреті, балалар? Дұрыс таптыңдар. Алмұрт. Алмұрт сөзінің буынға бөлеміз. Алмұрт. Екі буын. Ал балалар, ненің суреті? Анар. Буынға бөле қойыңдаршы. Анар. Екі буынды сөз. Арыстан. Арыстан. Үш буынды сөз. Балалар, қараңдаршы, осы суреттегі сөздердің барлығы қай дыбыстан басталып тұр? Ойланып жауап береміз, балалар. Қай дыбыс естіліп тұр сөздің басында? Дұрыс таптыңдар. А дыбысы. Кән бәріміз бірге айтайықшы. А әрпінің бас әрпі және кіші әрпі. Мінекей. А дауысты дыбыс. А дыбысы сөздің басында, ортасында, соңында кездеседі. Кәнеке бәріміз бірге А дыбысын айтамыз. А дыбысы дауысты дыбыс. Біз оны қызыл үйшікке орналастырамыз. Ал балалар, енді бәріміз бірге сергіп алайық. А дегенің ана, жақсы көрер бала. Ана аға ата, тек сен алға.